Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен дәмі өте ерекше банофи пай десертінің рецептісімен бөлісемін. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркеліп лайк басамыз. Ең алдымен құрғақ таза ыдысымызға бөлме температурасындағы сарымайымызды саламыз. Оның үстінен қантымызды саламыз. Және електен өткізілген ұнымызды салып, шым-шым тұзымызды саламыз. Және қопсытқышымызды салып, песочный қамыр дайындаймыз. Барлық заттардың өлшемі видеоның астында описаниеде жазылып тұр. Песочный қамырымыз дайын болғаннан кейін бір жұмыртқамызды салып, өте нәзік, қолға жабыспайтын қамыр дайындаймыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Осылай өте әдемі, нәзік, қолға мүлде жабыспайды. Осы дайын болған қамырымызды табамызға салып, осылай қолымыздың көмегімен шайып шығамыз. Біркелкі осындай формаға келтіреміз. Және осы қамырымызды тоңазытқышқа 30 минутқа салып қоямыз. Тоңазытқышқа салып болғаннан кейін осылай вилканың көмегімен тесіп, 170 градуста 35-40 минутқа пісіріп шығамыз. Қамырымыз пісіп шыққанша кремімізді дайындаймыз. Ол үшін 33-35% кілегейімізді құрғақ таза ыдысымызға құямыз және миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Оның үстінен қантымызды саламыз. Креміміз қою болғанша миксердің көмегімен осылай жақсылап араластырамыз. Міне біздің креміміз дайын болды. Қамырымыз пісіп шықты. Оның үстінен вареный сгущенкамызды құйып шығамыз. Жасап көріңіздер, өте оңай. Кез келген дастарханның сәнін келтіретін пирогтардың бірі. Міне біз варенкамызды жағып шықтық. Оның үстінен осылай бананымызды кесіп, осылай біркелкі етіп, десертіміздің үстінен қойып шығамыз. Келесі кезекте жаңағы дайын болған кремімізді осылай әсемдеп құйып шығамыз. Оформление жасау әркімнің өз еркінде. Міне біз кремімізді құйып шықтық. Үстінен осылай шоколад құйып шықтым. Какао қоссаңыздар да болады, клубникамен әрлесеңіздер болады. Ол өздеріңіздің идеяларыңызға байланысты. Міне біздің банофи пай десертіміз дайын болды. Өте ерекше, өте нәзік пирогтардың бірі. Жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін тамашалағандарыңызға рахмет. Ас болсын, сау болыңыздар.